Құрметті қатысушылар, қараңыздар. Мен сізге бір нәрсені айтпасыма болмады. Мүмкін кейбір кісілер біледі, кейбір кісілер білмейді, бірақ бәрібір айта салайын деп ойладым. Камераның сапасына мән бермеңіздер, ең бастысы ақпаратқа мән берсеңіздер жақсы болатын еді. Одан кейін қыздар, жігіттер, жалпы көбісі былай жасайды да. Мысалға, бірінші неше таңдайды, мысалға да. Неше таңдайды. Одан кейін канал ашады да, мысалға да. Канал ашып болғаннан кейін мысалға ары қарай видеоларын жасап, видео салып тастайды ғой, иә. Былай видео салып кете береді, иә. Осы жерде көп адам былай қателік жасайды. Негізі сіздер подписчикмен просмотр жинайсыздар ғой, иә. Подписчикмен сіз осы екеуін жинау керексіз ғой, иә. А вот көп адам былай жасайды ғой. Осы екеуін тез жинап тастау үшін не істейді? Плейлист чаттарға қатысады. Плейлист чат деп айтады, плейлист айналдыру деп айтады. Осындай чаттарға қатысады. Бұл чаттар не істейді? Бұл чатта жазылады, короче, давайте сағат айналдырайық, короче, сағатты бірге жинайық, подписчик бірге жинайық деп не істейді да? Солай адамды қызықтырады да, грубо говоря. Кім тезірек сағат жинағысы келеді, кім тезірек айлыққа шыққысы келеді, кім тез арада подписчикті жинап тастағысы келеді, сен сағат жинай алмай жүрсің ба, сен жылдар бойы YouTube канал жүргізіп жүрсің, бірақ ешқандай айлыққа шықпадың ба деп қызықтырады адамды. Вот сөйтіп шақырады. Ол мүмкін платный болады, мүмкін бесплатный болады, без разница. Короче, қандай болса да бармаңыздар. Баруға вообще кеңес бермейміз. Даже если ондай плейлист чаттарға қатыспайтын болсаңыздар да, мысалы қандай да бір обучение оқисыздар ғой, именно YouTube канал жүргізуді үйренетін боласыздар ғой, иә, мысалға да. Мен де үйретіп жатырмын, басқа кісілер үйретіп жатыр деген сияқты. Вот сол кері байланыс группасынан да байқап қаласың да. Давайте біз бір-бірімізге подписка жасайық, бір-бірімізге қолдау көрсетейік деп айтқанда, поддержка ғой, грубо говоря. Бір-бірімізге поддержка жасайық, қолдау көрсетейік. Давайте каналдарыңыздың ссылкасын жіберіңіздер, мен тіркелем, сізде тіркеліңіздер деп, короче, бір-біріне взаимодействие жасайды. Бірақ бұл әрине ниеттеріңіз өте орынды. Тезірек бір-біріміздің айлыққа шығуымызға көмектесейік, себепкер болайық деп айтып жатырсыздар. Оны өте жақсы түсініп отырмыз. Дегенмен бұл YouTube үшін өте зиянды болады. Неге? Себебі YouTube'та былай қабылдайды. YouTube'та сіз через ссылка арқылы, иә, через мынау ссылка, сілтеме арқылы подписчиктерді резко көп жинағаннан не ұстайды? Подозрение ұстайды. Мысалы сіз канал ашып видеоларды салдыңыз деп есептесек, сіз не істейсіз? Мына достарыңызға каналыңыздың ссылкасын жібересіз да, каналыңыздың сілтемесін жібересіз да, и айтасыз, осы достарыңыздың барлығын жібересіз. Ол дос болады, ол таныс болады, или класстас болады, тағы басқа туысқан болады, коллега болады деген сияқты да. Бүкіл WhatsApp-тағы достарыңызға осы бір YouTube каналыңыздың сілтемесін беріп айтасыз да, сіз сәлем, қалай, мен қазір YouTube канал бастап жатыр едім, маған поддержка жасап жіберші, маған бір подписчик болшы, короче, каналыма тіркеліп, лайк басып, бүкіл видеолардың барлығын қарап шықшы, пожалуйста, азғана уақытыңды алады деген сияқты сөйтіп айтасыздар да, и олар хорошо, жарайды деп сіздің сілтемеңізге кіріп подписка болады да, подписка жасайды. Яғни сіздің мына достарыңыз сіздің YouTube каналыңызға подписчик болады, дұрыс па? Ол подписчик болады. Сіз сонда бір күнде мысалға мына камерада бір күнде мысалы сіз 100 адамға сілтемеңізді жіберсеңіз, мүмкін ол 100 адам барлығы тіркелмесе де, ол хотя бы бір 70 адам тіркелу мүмкін да, 70 подписчик болу мүмкін да. Ол 70 подписчик болады. Бірақ сіз қуанып кетесіз да, бір күнде мен 70 подписчик жинадым, ура деп прям қуанып кетесіз да. Бірақ ол қуанышыңыз ұзаққа бармайды. Неге? Себебі сіз бір күнде мысалы 70 подписчик жинадыңыз ба?
ертеңде ол 70 подписчигіңіз ол 40-қа түсіп қалады или 50-ге түсіп қалуы мүмкін. Негізі көп жағдайда осындай болады. Мысалға сіз 60 подписчик жинасаңыз 40-қа түсіп қалады или 50-ге түсіп қалады. Ну, короче, 20-30 подписчик сияқты кері отмена жасап тастайды. Мына 70 подписчиктен осындай бір 20-30 ба, короче, сондай аралығындағы подписчиктеріңізді отказ береді. Неге отказ береді? Өйткені сіз ол подписчиктерді сіз өз адал еңбегіңізбен жинаған жоқсыз. Сіз онда достарыңыздың барлығына жіберу арқылы жинадыңыз. Яғни бірден тез, оңай тәсілмен, резко прям тез жинап тастадыңыз ол подписчикті. Сондықтан да ол YouTube подозрение ұстап қалады, күдік ұстап қалады, күмәнданып қалады. Мына что-то тезірек жинап қалды ғой, что-то не то деп қабылдап қалады да. Сөйтіп 20-30 подписчиктеріңізді отказ қылып тастайды. Ну, нақты қанша екенін білмеймін, бірақ біраз подписчигіңіз азайып қалады да. Сосын сізде не болады, отчаяние болады, сізде бір көңіл қалып кету болады, желаниеңіз қашып кетеді да. Сосын ана достарыңызға жазасыз, қайттан мына достарыңызға жазасыз. Мен саған жай ғана кішкене ғана бір өтініш айтып едім ғой, сонда орындай алмай қалдың ба? Өйтіп тіркелмеймін деп айта салмадың ба? Өйтіп подписка жасап, то отписка жасап, не қылғанша лучше тіркелмеймін деп турасынан айта салмадың ба деп ренжисіз да ол достарыңызға. На самом деле ол достарыңыз отписка жасамаған, оны YouTube-тың өзі отказ берген. Түсініп тұрсыз ғой, иә? Сондықтан ол нәрсе керек емес. Және де бұл подписчиктеріңіз қанша уақыт сіздің YouTube каналыңызды қарайтыны да белгісіз. Сондықтан ол сіздің YouTube каналыңызға целевая аудитория болмайды. Целевая аудитория дегеніміз сіздің каналыңызды жақсы көріп қарайтын аудитория. Яғни мысалы сіз қалай айтсам екен, сіз мысалы психолог болсаңыз, сол психологияны жақсы қарайтын аудиторияңыз болады алдағы уақытта, иә. Ал бұл достарыңыз мысалы психологияны онша ұнатпайтын болса, ол сіздің неңізді, каналыңызды болашақта қарамай қояды. Сосын сіздің каналыңыз бекермен төменгі рейтингте болып қалады да. Сондықтан ол керек емес. Уақытша ғана қуаныштың қажеті жоқ. Сондықтан сіздің қуанышыңыздың ұзақ уақытқа созылғанын қалайтын болсаңыз, не істеу керек? Просто так осылай күннен күнге контентті осылай сала беру керек. Болды, басқа ештеңе жасамау керек. Әркімге сілтемеңізді таратып, видеоңызды таратып, поделиться басып, менің каналыма тіркелші, менің видеомды қарап лайк басып, комментарий жазып жіберші, рекке шығу керек болып тұр, ақша табу керек болып тұр деп айтудың қажеті жоқ. Сіз осылай просто так қатарынан видео сала бересіз, ол мүмкін горизонтальный видео болады, мүмкін шортс болады. Сала бересіз да, осылай. Күніне бір 3-4 салсаңыз болады. Мысалға, мына видеоңыз рекке шығып кетуі мүмкін, немесе мына видеоңыз рекке шығып кетуі мүмкін да. Біреу болмаса біреу міндетті түрде алдағы уақытта рекке шығады. 10 видео салсаңыз, оның бәрі рекке шығады дегенде сөз жоқ. Ол уақыт өте келе сіздің әрекетіңізге қарай нәтижесін көрсететін болады. Осылай белгілі видеоларыңыз рекке шығатын болады. Мысалы, мына видеоңыз рекке шығатын болса, мысалы сіз сол психология бойынша жүргізетін болсаңыз каналды да, сіздің мысалға мына видеоңыз рекке шықты деп есептесек, мысалға неше түрлі адамдар бар ғой, который YouTube қолданатын. Сіз секілді неше түрлі адамдар YouTube-қа кірген кезде алдына неше түрлі осылай видеолар шығады ғой, иә. Сіз де YouTube-қа бірінші кіріп тұрған кезде алдыңыздан главное деген жерде неше түрлі видеолар шығып тұрады, дұрыс па? Дәл сол видеолардың арасынан мына видео, немесе мына видео или мына видеоңыз ол адамның алдынан шығады да, и ол кісі қызығатын болса, сіздің каналыңызды өзі ақтаратын болады, сіздің видеоңызды өзі қарайтын болады до конца. Егер ол сіздің шынымен целевая аудиторияңыз болса, целевая деген ол мақсатты аудитория, яғни ол сіздің каналыңызды шынымен де жақсы көріп, реально подписчик ретінде қарайтын адамдар. Мысалы, сіз өзіңізде мысалға психологияны жақсы көріп қарайтын болсаңыз, YouTube каналдарын ақтарып, неше түрлі каналдарды ақтарып, иә, сондай YouTube-та неше түрлі видеоларды, именно психологияға қатысты видеоларды көп қарай беретін болсаңыз, сіздің де алдыңыздан психологияға қатысты видеоларды YouTube іріктеп өзі шығаратын болады. Неше түрлі каналдардың видеоларын сіздерге өздері предлагать ететін болады. Ол не только YouTube-ға ғана қатысты емес, ол
ол тиктокқа да қатысты, ол инстаға да қатысты да. Сіз инстаграмнан, тиктоктан мысалы рилс тақтарасыз, тикток тақтарасыз да. Вот сол кезде мысалы макияж мысалы да, мысалы макияж, мейкап, сондай бір бояндыру да, адамды әсемдеу, сұлулыққа қатысты видеоларды қарай берсеңіз, сіздің де алдыңыздан сол макияжға қатысты нәрселерді шығара береді ғой, дұрыс па? Неше түрлі аккаунттар алдыңыздан шығады, неше түрлі видеолар шығады. Сіз бір видео болмасын, біреуін ұнатып қалсаңыз, сіз оған подписка жасайсыз, бұл кісі маған керек болады, или клиенті болам, или курсын сатып алам, просто ақтарам деген сияқты да. Подписчик боласа, реально подписчик болып тұрсыз ғой, сіз адалынан подписчик болып тұрсыз да. Ол кісі өзі айтқан жоқ та, маған подписка жасашы, бір нәрсе деп айтқан жоқ. Оны тикток өзі сізге алгоритм бойынша сіздің алдыңызға өзі шығарып тұр, чтобы сізге көріну үшін сіз как раз макияж жақсы көресіз, и сол макияжға қатысы бар видеоларды алдыңыздан шығара бергендіктен ол сізге қызық болады. Сіз осылай подписчик боласыз да, подписка жасап кәдімгідей шынайы ниетпен, удовольствиемен рахаттанып көре бересіз. Сол сияқты ютубта да дәл солай. Әркімге жібере бергеннен ондай пайда жоқ, ол уақытша ғана қуаныш сыйлайды. Лучше просто осылай видео салып жүре беріңіздер, болды, басқа ештеңе керек емес. Мен осыны айтқым келді. Осыны кейбір кісілер түсінбейді. Подписчик жинау қиын, сағат жинау қиын деп әркімге бір жалынып жалбарынып сұрайды да, маған тіркеліп кетші, қиын емес, ана мынау подписчикті жинау керек болып тұр, ақша табу керек деген сияқты айта береді. Ол дұрыс емес. Сондықтан осыны видеоны до конца тыңдасаңыздар.